Саламатсыздар ма? Мен Лақпаев Оразәлі Сатыбалдыұлы. Жалғызым Лақпаев Самат әділетсіздіктің құрбаны болды. Себебі 10 қыркүйек күні 16 жылы қарындасы менің жолдасымның қызы Қадырова Айгерім осындай дәулет медет күн бермей жүр. Алып қашты, ұрып соқты. Одан кейін апарып подвалға апарып ұрды. Бостандық ауданынан сотқа беріп, сот ешқандай не алған жоқ, қараған жоқ. Сондықтан өзің неғылып беріңіз аға деп өтініш жасағаннан кейін менің балам машина жөндеп жатқан жерден машинаны тастап барып шапалақпен екіре тұрып машинаның багажынан салады екен. Машинаның багажынан ол қашып кетеді, бірақ балам артынан қумайды. Соған арада не керек, ертесіне 11 қыркүйек күні Алатау ауданына сотқа беріп, сотта мен о баланы өз көзіммен көрдім жүгіріп жүргенін. Сонда о баланың бізге қойған шарты, Бостандық аудандағы нені алсаңыздар, мен арызымды қайтып алам деп арыздарыңыз сөйтіп шарт қойды. Біз оған келістік. Арада 3 күн өткеннен кейін 13 күн, 2 күн өткеннен кейін 13 күн больницаға түсіп, 16 күн больницада көз жұмады. Ал енді былай қарап отырсақ, сонда көз жұмған уақытта медициналық сараптаманың шешімі бойынша 5 күн мен 7 күннің арасында болған дейді. Ал менің балам 9 күн алдын болған. Сонымен не керек, бұл жерде арқасында 20 сантиметр күйігі бар. Ол күйік қайдан келген? Медицинада ондай нәрсе қолданылмаған. Оның қаскелең больницасы, облыстық бірінші ауруханада оны жасырып, кейін моргта ашылды. Осының ходатайство беріп, қаншама сотқа неғып, оған жауап берген жоқ. Ал негізінде келген уақытта бүйрек жетіспеу үшін, бұл жерде врачтар да айтты, егер де таяқтан болатын болса, бұл бала давлениесі көтеріп келетін, давлениесі стабильный келді. Бұның таяқтың қатысы жоқ деп. Енді сот процесінде тергеушінің де айтқан сөзі, медициналық сараптамаға неге апармадың арыз түскенде деген уақытта медициналық сараптамаға апарайын деген едім, денесінде жарақат болмады деген процесте айтқан сөз де бар тергеушінің. Ол менде тұр, мен процестің дискісі менде тұр. Ал енді осыған қарамай, осыған көңіл бөлместен баламды 11 жыл бас бостандығынан айырып 283 мың мойнына ілді. Сонда қалай, сонда әділетсіздік осындай жалғасып кете бере ма? Мен біреуге бәле қумаймын ешқандай. Маған ұлымды осы кешегі мынау амнистияға ілінсе, рақымшылыққа ілінсе деген ойым. Басқа маған ештеңенің керегі жоқ. Бұл жерде енді әділетсіздік болды таза. Қаншама бармаған жерлерім, мен баспаған жерім қалмады. Ген прокуратураға жаздым, Верховный сотқа да жаздым, қабылдауында да болдым. Бірақ бәріне келген уақытта ол жақта қандай құжат толтырғанын қайдан менің баламды осындай не алды. Ал бүйтіп тексеріп келген уақытта оны изолятордан әкеліп не алған күндері де ешқандай сәйкес келмейді. Мен адвокатым жұмыс істеген бұнда. Ал енді ештеңеге сәйкес келмейді дағын, соның өзінде қол қойылған қағаздардың жартысы басы көпшілігі жоқ, қол қойылмаған қағаздарды қойған. Сонда не қылсақ болады? Маған ол дәулеттің шешесі келіп, маған өзі келіп, нотариустан маған қағаз берді. Мен ешқандай кінә тақпаймын, бұдан кейін де кінә тақпаймын деп ол қолхатқа не алған жоқ. Себебі бұл жерде бала 3 күннен кейін барып больницаға түседі. Больницаға түскен сот шешімінде де осындай қылып жаңағыдай көрсетіп қойған, таяқ жегеннен кейін. Ал бұл жерде арада 3 күн бар ғой, оны неге қарамады бұл жерде? Ал бұны ұйымдастырған менің балам деп қойды. Менің балам ұйымдастырған жоқ, бұны ұйымдастырған Қадырова Айгерім. Ал Айгерімді қашып кеткен деп жазған, ол қашқан ештеңесі жоқ. Бұрын қай жерде жұмыс істесе, сол жерде жұмыс істеп жүр. Менің бұның бәрін қазбалап, маған керек жоқ бұл нәрсенің. Мен тек қана ұлымды осы рақымшылыққа ілінсе, өйткені себебі бұның арқасында 2 баласы бар, 5 жасар, 6 жасар. Мен сонда бұлардың не деп жауап беретінімді де білмеймін. Сондықтан сіздерден бір өтінерім, осыны жақсылап ашып қараса, бұл жерде құжаттардың барлығы менде текст бәрі бар. Процестің дискісіне дейін бар, текст бар бұл жерде. Ешқандай бұл жерде әділетсіздік болды. Сол әділеттікке жетсем деген мен ғана тек қана ниетім, мақсатым осы. Басқа мен сіздерден ештеңе сұрамаймын да. Осыған көңіл болып, жақсылап тексеріп, қарап көрсеңіздер. Комиссия құрылып, 4-шінде комиссиядан 7 адам құрылып, 5-еуі бүйрек жетіспегені өлді десе, 2-еуі таяқтан да болуы мүмкін деді. А бұл таяқты мен баламнан жеген жоқ қой. 3 май жыртылған адам 3 күн жүре алмайды ешқашанда. Оны мен сұрастырып білдік медицина саласынан. 3 күн ерні кәдімгідей жыртылып кеткен. Ал мен көрген уақытта сап-сау жүгіріп жүрген бұл жерде. Осы ғана мен сіздерден айтарым. Жаңағын айтып отырмын ғой, тағы да қайталап айтамын. Мен бәле қумаймын ешқандай. Осы жерде әділдік орнап шамалы. Осыған көңіл болып, таза қарасаңыздар. Құжаттың барлығы менде қолымда бар. Осыны көңіл бөліп, әділет жағынан шешіп берсеңіздер. Тек қана сол
кешегі елбасының шығарған рақымшылығына ілінсе дейін мақсатым осы ғана. Басқа менен ештеңе мен сұрамаймын да, тек қана осыған көңіл бөліп қарасаңыздар. Рахмет сіздерге.